Сәлем оқырмандар, бүгін біз әдеттегі демалысты ысырып қойып, емдік әрі қызықты сапарға шықтық. Дұрыс түсіндіңіздер. Бұл жолы жолдастармен бірге аты шыққан Оралдағы Тұзды көлге жол тарттық. Тұзды судың пайдасы ұшан теңіз екенін бәріміз білеміз ғой. Биылғы жазды тек қыдырумен емес, денсаулыққа да пайдалы етіп өткізейік дедік. Басында суға түскенде тұздың денеге тигені сәл түрпідей сезілгенімен, кейін тіпті жүзудің де керегі жоқ екенін түсіндік. Тұзды су сені өз-ақ бетінде қалқытып ұстап тұрады екен. Сурет пен видеоға түсіп, біраз күліп ойнап, арқа-жарқа болып қайттық. Табиғаттың мұндай керемет сыйын достармен бірге бөліскенге не жетсін. Егер сіздер де әлі Тұзды көлге бармаған болсаңыздар, міндетті түрде барып қайтуға кеңес беремін. Бұл жерге біздің қадамымыз бірінші рет түсіп тұр. Көңілімізге ерекше әсер қалдырды. Келесі жылы тағы да осы жерге келуді бұйырсын. Видеоның соңына дейін қарап, сол жердегі атмосфераны өздеріңізде сезініп көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Анау бірақ оталдырып қоймасам бар ғой, машина оталмайды, 5 минуттан. Оталып қоям. Привет де. Күшті ма? Күшті.